Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді, өте ерекше, жасалу жолы өте қарапайым чөбереки жасайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп алып, үстінен қайнап тұрған суға 1 шай қасық тұзды салып, және 3 ас қасық сұйық май құйып, қамырымызды жақсылап тұрып илейтін боламыз. Қамырымыз иленген соң, осылай қалтаға салып қоямыз. Енді мен картошкамды алдын ала суға қайнатып алдым. Үстінен тұз, бұрыш және сармай және де осындай майдалап туралған аскөктеріңізді салып, үстінен сүтімізді құйып, жақсылап тұрып езіп алатын боламыз. Мен толық рецепті төменге описание бөліміне жазатын болам, сол жерден қарап өтсеңіздер болады. Біздің қамырымыз өте жұмсақ, өте керемет болып шықты. Енді осындай бөліктерге бөліп, дөңгелектеп аламыз. Өлшеп алсаңыздар да, және көз мөлшермен бөліп алсаңыздар да болады. Өлшеп алған жағдайда 30-35 граммнан өлшеп аласыздар. Қамырымызды жұп-жұқа етіп жаятын боламыз. Қамырларымызды жайып болдық. Енді үстінен дайын салмамызды салып, жиегін жақсылап тұрып, басып бекітеміз. Салманы көптеу қылып салсаңыздар, біздің чөберекилеріміз одан сайын дәмді болады. Осылай кескіш құралдың көмегімен жиектерін кесіп аласыздар. Болмаған жағдайда шанышқымен басып алсаңыздар болады. Енді тапамызға майымызды құйып, орташа отта чөберекилерімізді қуыратын боламыз. Үстінен осылай майды құйып тұрсаңыздар, біздің чөберекилеріміз көтеріліп, әдемі болып пісетін болады. Егер де менің арнамды көріп отырсаңыз, менің арнама жазылмаған болсаңыз, менің арнама жазылып, мені қолдап өтіңіздер. Алдағы уақытта үй жағдайында жасалатын ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Біздің чөберекилеріміз дайын. Барлығын осылай қуырып алатын боламыз. Осылайынан бір қырындап жинайсыздар, сол уақытта басылмай әдемі болып тұратын болады. Өте дәмді, өте ерекше және қытырлақ біздің чөберекилеріміз дайын. Дастархандарыңызға ұсынсаңыздар болады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Менімен бірге болыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.